Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 60-61 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Our world, біздің әлем. Exercise number 31, listen and read. Тыңда және оқы. Бізде 3 түрлі мәтін берілген, сол 3 түрлі мәтінді оқып шығамыз. Бірінші мәтін. This is Anita from the UK. Бұл Ұлыбританиядан келген Анита. She's a lollipop lady. Ол жол диспетчері. She wears a yellow and red coat and a yellow hat. Ол сары қызыл пальто және сары қалпақ киеді. She helps school children to cross the street. Ол мектеп оқушыларына жолдан өтуге көмектеседі. Екінші мәтін. This is Manuel. Бұл Мануэль. He's from Mexico. Ол Мексикадан. He's a police officer and he rides a horse. Ол полиция қызметкері, ол атқа мінеді. He wears a blue and white uniform and a big hat. Ол ақ-көк түсті форма және үлкен қалпақ киеді. His job is great. Оның жұмысы тамаша. Енді 3-ші мәтінді оқимыз. Айдын Айымбетов is from Kazakhstan. Қазақстаннан Айдын Айымбетов. He's an astronaut. Ол ғарышкер. He flies a spaceship into space. Ол ғарыш кемесінде ғарышқа ұшады. He wears a special uniform and he eats special food. His job is really cool. Ол арнайы форма киіп, арнайы тамақ ішеді. Оның жұмысы шынымен керемет. Мұны біз 3 мәтінді де оқып, аударып шықтық. Келесі exercise number 32, read and choose. Оқы және де таңда. Жоғарыдағы мәтіндерді оқып болғаннан кейін, соған сәйкес осы тапсырманы орындаймыз. Бірінші сөйлем. Anita is a lollipop lady, police officer. Анита бізде жол диспетчер ма, немесе полиция қызметкері ма? Анита бізде жол диспетчері. Дұрыс жауап. Anita is a lollipop lady. Екінші сөйлем. Мануэль drives a car, rides a horse. Мануэль бізде көлік жүргізеді, немесе атқа мінеді. Дұрыс жауап. Атқа мінеді. Мануэль rides a horse. Үшінші сөйлем. Айдын Айымбетов is a pilot, astronaut. Айдын Айымбетов ұшқыш немесе ғарышкер. Дұрыс жауап. Ғарышкер. Төртінші сөйлем. Айдын Айымбетов flies spaceship plane. Айдын Айымбетов ғарыш кемесімен ұшады, немесе ұшақпен ұшады. Дұрыс жауап. Ғарыш кемесімен ұшады. Айдын Айымбетов flies a spaceship. Бесінші сөйлем. Manuel's uniform is yellow and red or blue and white. Мануэльдің киген униформасы сары және қызыл, немесе көк және ақ. Дұрыс жауап. Көк және ақ. Manuel's uniform is blue and white. Алтыншы сөйлем. Anita's job is to help school children animals. Анитаның жұмысы мектеп оқушыларына көмектесу, немесе жануарларға. Дұрыс жауап. Мектеп оқушыларына. Anita's job is to help school children. Checkpoint 4. Exercise number 1. Look, read and circle. Қара, оқы және де белгіле дейді. Тапсырма бойынша біз суретке қарап, әр ғимарат қай жерде тұрғанын анықтауымыз қажет. 0-ші сөйлем. A. Where is the green grocers? Көкөніс дүкені қайда дейді. It's between the bakers and the hospital. Наубайхана мен аурухананың арасында. 1-ші сөйлем. Where is the supermarket? Супермаркет қайда? It's behind the hospital. Ол аурухананың артында. 2-ші сөйлем. Where is the post office? Почта қай жерде? Жауабы it's opposite the bank. Ол банкке қарама-қарсы орналасқан. 3-ші сөйлем. Where is the butchers? Қасапшы қай жерде? Жауабы it's next to the bank. Ол банктың жанында. Exercise number 2. What am I? Read and write. Мен қандаймын?
оқы және жаз. 0-ші сөйлем. I fight fires. Мен өртпен күресемін. I am a firefighter. Мен өрт сөндірушімін. 1-ші сөйлем. I help sick animals. I am a vet. Мен ауру жануарларға көмектесемін. Мен ветеринармын. 2-ші сөйлем. I make bread. I am a baker. Мен нан жасаймын. Мен наубайшымын. 3-ші сөйлем. I drive a police car. I am a police officer. Мен полиция көлігін жүргіземін. Мен полиция қызметкерімін. 4-ші сөйлем. I fly planes. I am a pilot. Мен ұшақтарда ұшамын. Мен ұшқышпын. 5-ші сөйлем. I work in the kitchen. I am a chef. Мен ас үйде жұмыс істеймін. Мен аспазбын. 6-ші сөйлем. I help sick people. I am a doctor. Мен ауру адамдарға көмектесемін. Мен дәрігермін. Exercise number 3. Read and underline. Оқы және астын сыз. 0-ші сөйлем. He goes to school at 8 o'clock. Ол сағат 8-де мектепке барады. 1-ші сөйлем. Does she go shopping every day? Ол күнде дүкенге барады ма? 2-ші сөйлем. They don't study at night. Олар түнде оқымайды. 3-ші сөйлем. I don't read comics. Мен комикстерді оқымаймын. 4-ші сөйлем. Do you always plant flowers with your mom? Сіз әрқашан анаңызбен гүл отырғызасыз ба? 5-ші сөйлем. Pam and I play in the park every Sunday. Pam екеуміз әр жексенбі саябақта ойнаймыз. 6-ші сөйлем. Mom drives to work every morning. Анам таңертең жұмысқа көлікпен келеді. Exercise number 4. Answer the questions. Сұрақтарға жауап беріңіз. 1-ші сұрақ. How many floors has your house got? Сіздің үйіңіз неше қабаттан тұрады? 1-ші сұраққа жауап. My house has got 5 floors. Менің үйім 5 қабаттан тұрады. 2-ші сұрақ. How many rooms are there in your house? Which are they? Сенің үйінде қанша бөлме бар? Олар қандай? Жауабы. There are 3 rooms in my house. Менің үйім 3 бөлмеден тұрады. 3 бөлмеге living room, 2 bedroom кіреді. Қонақ бөлме және 2 жатын бөлме. Одан бөлек үйде bathroom, kitchen, hall бар. Жуынатын бөлме, ас үй және де hall. 3-ші сұрақ. What is there in your room? Сенің бөлмеңде нелер бар? Жауабы. There are sofa, TV, 1 lamp, computer in my room. Менің бөлмемде диван, теледидар, 1 лампа және де компьютер бар. 4-ші сұрақ. What is there around your house? Сіздің үйіңіздің айналасында не бар? There are supermarket and school around my house. Менің үйімнің айналасында супермаркет пен мектеп бар.